дейді. Кірпік ламима дейді. Жоқ, өзім кірпігім. Ой, бұл лами пами дегенге вообще уақыт жоқ бар ғой. Балам деген тастай алмаймын, короче, бөпемді. Емшекте ғой. Поэтому наращивание жасатқым келеді да, и 2 сағат жату керек қой, как минимум. Енді 1 сағат, 1,5 сағат, а балам ондайға шыдамайды деп сөйтемін да. Ол түнде ешкім қабылдамайды ғой мен балам ұйықтап қалған кезде. Іздемей қойғаның не дейді. Кіріп кетті ма? Бұл, кажется, мен естігем, тиктоктан көргем мына өлеңді. Подругасына арналған өлең, иә? Жігітке емес. Ауырған жоқ, жүрегім босап қалды. Мойыл көзді айтып беріңізші дейді. Мен Ақтаудан, сол үшін тойға бара алмадым, сұрай бермеңдерші. Мойыл көз момын көріктім. Момын көріктейміз. Очистить. Просто мойыл көздің несі жоқ та, күшті караокесі жоқ таңдай. Қатсам, сүймелдеумен. Мойыл көз момын көріктейм. Тусимде сені көріппен. Мойыл көз караоке дейді. Вот, кеттік қойып көрек. Ойбай неше рет жаздық қой оқысай дейді. Енді былай қатар-қатар шығып кетіп жатыр ғой, түсініп тұрған жоқ. Часы салып тасташ дейді. Нені часыға салып тастауым керек, түсінбедім. Набелені ма? Заблокировать. Подтвердить. Болды. Кекс-пекс дегендерің. Болды, короче. Олай бар ғой, жек көрем бұндай пистмен. Төмен алдың дейді. Мен қалай төмен алмайым? Енді тоқтардың өзінің тональности төмен болып тұр ғой. Мойыл көз момын көріктім, мойыл көз момын көріктім деп айтпаймын ғой. Мойыл көз момын көріктім, түсімде сені көріппін. Толқыны долы теңіздей. Блин, шыңғырай десем, қазір қызым оянады. Уф, истек. Сендермен
принуждаете ко всему. Все, айтамыз. Өлең айтамыз. Кстати, мен Ақтаудан андай ақтаубызге көйлек қонақтамын ғой. Осындай көйлекпен жүрмін. Немене киіп алған деп бағана бір кісі жазып жатыр еді ғой. Үшінші аяғым ауыр емес. Болды, өлең айтамыз. Мою көз момын көріктім, түсімде сені көріппін, толқыны долы теңіздей, желкенсіз жерде желіктім, желкенсіз жерде желіктім. Ботадай көзің мөлдіреп, сағынып жүрек елжіреп, өзіңді ғана өзіңді, тұрғанай жаным көргім кеп. Отқа да түстім талдамай, қанатым күйіп қалғанай, алыстап бара жастық шақ, таудан да биік арман-ай. Енді бақырып айта алмай тұрмын, бәрібір кайфпен, ана видеодағыдай айып етпеңдер, потому что ар жақта бала ұйықтап жатыр, ол бала оянса бітті, прямой эфирімде қалады, бәрі қалады. Когда утро еще не разбудит свет. Осындай айтайық.